Бәріңізге сәлем қыздар. Бүгін біз өлшеуді қажет етпейтін және миксерді қажет етпейтін өте жұмсақ, үлпілдек болып шығатын бір жұмыртқадан кекс дайындаймыз. Жұмыртқамыздың үстіне міне осындай кесеменен толтырмай, сыртындағы сызықпен бірдей етіп, қантымызды өлшеп алып, жұмыртқамыздың үстінен салдық. Содан кейін венчикпен жақсылап біздің массамыз ағарғанша, біздің қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Біз қантымызды толтырмай бір кесе салдық. Енді сұйықтығымызды құямыз. Жылы сүтімізді толтырмай осы кесемен бір кесе, сұйықтығымызды толтырмай осы кесемен бір кесе құямыз. Сұйықтықтарды құйғаннан кейін барлығын венчикпен тағы да араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырдық. Міне қараңыздар, енді ұнды 2 кесе саламыз. Толтырмай, және ұнның үстіне біз 1 шай қасық разрыхлителімізді қостық. Осылай 2 кесе ұнды аз-аздан салып отырып, сеткіден өткізіп отырып, осылай салып отырып, араластырып отырып, масса дайындаймыз. Соңғы ұнымызды салып, тағы да венчикпен жақсылап араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын болды, қыздар. Енді біз салмамызды дайындаймыз. Кексіміздің ішіне вареная сгущенка қоссақ та болады, немесе осылай алма қоссақ та болады. Жақсылап барлығын ұсақтап турадық. Енді осындай формаға барлығын қамырымызды бірінші азғандай құйып, жайғастырып, ортасына начинкамызды саламыз. Сіздерде осындай формочка болмаса, силиконовый формаға жасасаңыздар да болады. Үстіне біз начинкаға алмамызды салдық. Енді үстіне тағы да қамырымызды құйып шығамыз. Бізде барлығы 15 дана кекс шығуы керек. Алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Біздің кексіміз дайын болды, қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі үлпілдек, жұмсақ болып шығады. Және менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Алдағы уақытта көптеген жақсы рецепттер шығарамын.